сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып 7-20-25-ке қалай онлайн өтінім береміз. Ең бірінші Freedom Finance ипотека деп немесе цифровая ипотека деп жазып аласыздар. Екінші тұрған цифровая ипотека Freedom Bank деген таңдайсыздар. Содан кейін осылайынан шығу керек 7-20-25 деп. Астына өте берсеңіз рассчитать деген бар. Яғни ең бірінші қалаңызды таңдайсыз. Алматы, Астана, Жаңаөзен барлық қала бар. Астана деп таңдайық. Ежемесячный платеж ол өзі автомат түрде шығады. Стоимость жилья дегенде сіз өзіңізге керекті теңгені, яғни құнын табасыз. Мысалы 20 миллионға дейін деп алайық. Содан кейін первоначальный взнос автоматты түрде шығады 4 миллион теңге. Үстіне өзіңіз бар ақшаңызды қоссаңыз да болады. Егер одан жоғары болса, срок займа ай саналады. Мысалы 120 ай дегеніміз ол 10 жыл. Немесе 180 ай дегеніміз 15 жыл. Соңынан өзіңізге керекті айды таңдайсыз. Сосын метод погашения аннуитет немесе бөліп төлеу. Аннуитет дегеніміз, яғни аз-аздан төлейсіз ай сайын. Аннуитет деп таңдайсыз. Ал егерде қомақты сомамен басында бөліп жарты-жарты төлесеңіз, онда равный доля, яғни бірдей доля, бірақ одан аннуитеттен көп. Аннуитет кезде переоплата көп болады, переоплатасы, яғни сіз көп төлейсіз. Ал равным долям дегенде аз болады, переоплатасы аз болады. Бірақ ай сайынғы төлем көп. Енді осылай жаздыңыз. Содан кейін мұнда ежемесячный платеж 144 963 теңге. Сумма кредита 16 128 000 теңге. Получить одобрение деп өтсеңіз де болады, немесе мұнда список ЖК по программе қарасаңыз да болады. Мысалы, өзіңіздің қалаңызды таңдайсыз. Астана делік застройщик, яғни құрылыс компанияларын қарап таңдауыңызға болады. BI Group, Көркем Тауы барлығы бар. Жер билдинг қарап өтсеңіз және де таңдасаңыз болады. Содан кейін астына өте берсеңіз, барлығы документтер, қандай документтер керектігі жазылған. Қадамына дейін 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші қадамына дейін жазған. Соны оқып, және де Freedom Bank туралы видео көрсеңіз болады. Преимуществосын қарап өтсеңіз. Содан кейін ең астында барлық артықшылығы, яғни оның бағдарламаның артықшылығы, мысалы 3 сағатта, ең рекордный 3 сағатта алған екен. Квартираның обзоры, яғни барлық. Сосын мінекей Қазақстан гражданствосы болу керек, 21 жасқа дейін және 68-ден аспау керек. Бірінші нарықтағы үй, Астана, Алматы, Ақтау, Атырау, Шымкент қаласы 25 миллион, Қарағандыда 20 миллион, 15 миллион басқа региондарда. Содан кейін банкке келіп тек қана документтерді берсеңіздер болады. Онлайн өтінім жасап, онлайн қол қойсаңыз болады. Получить одобрение дейсіз. Сол кезде мінекей бірінші личные данные, ең бірінші номер телефона, ең жазасыз. Қатесіз өзіңіздің қолданып жүрген телефон номеріңізді жазасыз. SMS келеді сізге. Сол SMS-ті жазу арқылы подтвердить етесіз.
сосын продолжить дегенді басып сіздің барлық данныйларыңызды тексереді. Барлық данныйларыңызды шығарып береді осы жерге. Мінекей процесс проверки успешен. Енді бет әлпетіңізді түсіреді. Ол үшін барлық камераңызды дайындап қою керексіз. Разрешить дегенді басып, айтқанын қайталап, оңға, солға және көзіңізді жұмып күлімсіреу керексіз. Оны да тексереді. Бір 5 минут болмайды, яғни бір 3 минуттай тексереді. Содан кейін мінекей, яғни мысалы сіз военнослужащий немесе сотрудник болсаңыз, онда сізге квартирный төленеді. Сол квартирный төленсе, мен военнослужащиймін деп, немесе жоқ деп өтіп кеткеніңізге болады. Мысалы, сіз полиция қызметкерісіз, деп басып, продолжить дегенді басасыз. Сол кезде сізге қандай документтер керек екені жазылып тұрады. Яғни адрес, телефон, өзіңіздің аты жөніңіз толық және 6 айлық есептік көрсеткіш, содан кейін ЕЦП арқылы подписать ету керек. Осының барлығын толтырғаннан кейін продолжить деп басып, сізге рассчитать етіп береді, қанша миллион теңгеге дейін аласыз. Сол квартираңызға және өзіңіздің ақшаңызға байланысты санап, барлығын осы жерге көрсетеді. Мұнда выбрать файл деп таңдап өзіңіздің документтеріңізді енгізесіз. Яғни оны компьютердің бетіне сақтап қойсаңыз ыңғайлы болады. Атын, толық атын, және де басынан бастап 4-шіге дейінгі документтерді қатарымен қойсаңыз сізге ыңғайлы болады. Кей кезде доход жетіспей қалады, сол кезде автомат түрде осындай смайликпен жазу шығады, яғни сіздің табыс көзіңіз жетпейді деп. Екінші кезінде, егерде сіздің жасыңыз әлі 21-ге толмаған, немесе 68 жастан асып кетсе, онда автоматты түрде барлығын қарап, дәл осындай смайлик шығарады және де жазу жазылады. Содан кейін тағы бір кездері болады. Егерде сізде мысалы ипотека болса 7-20-25 арқылы, немесе басқа банктерден болса, үйіңіз атыңызда үй болса, онда да сізге берілмейді. Яғни 7-20-25-пен тек қана бір-ақ рет алуға болады. Және де басқа ипотекаңыз болса, онда ала алмайсыз. Мысалы, сізде отбасы банктен үйіңіз бар, значит, сіз 7-20-25-пен ала алмайсыз деген сөз. Содан кейін мінекей, егерде сізге одобрено болса, яғни сіздің барлық табыс көзіңіз жетіп тұрса, онда осындай автомат түрде шығады, яғни сіз 25 миллион теңгеге дейін үй аласыз деген сөз. Мұнда астында сіздің өзіңіздің жазғаныңыз, оны дұрыстап қайтарып жіберсеңіз де болады. Рассчитать етуге, яғни сізге санап береді. Егерде документтеріңіз барлығы толық болса, онда банкке барып купля-продажа жасауыңызға болады. Рахмет. Тіркеліп, лайк басып өтіңіздер.